Сәлем достар, сіздермен бүгін біз творожный рогалики жасайтын боламыз. Яғни қамырын творогтан илейтін боламыз. Оған бізге 200-250 грамм творог керек. Разрыхитель, 200 грамм май, 1 кесе шекер, 1 кесе қатық, 2 жұмыртқа қажет болады. Творогқа майымыз салып, оған шекерімізді, яғни қантымыз салып, әбден араластырып аламыз. Оған жұмыртқамыз саламыз. Бөлек ыдысқа қатықпен разрыхительді араластырып алатын боламыз. Соны творогқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы дайын неге ұнымыз салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа деңгейде болу керек. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қойып, осылай 2 бөлікке бөлеміз. Менікі шамалы көптеу болып кетті, шамалы артылды. Осыны жаямыз. Қатты жұқа болмау керек, қатты қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта жайып, 3 бұрыш көлемде кесіп алатын боламыз. Кесіп болған соң, оған кез келген начинка салсаңыз болады. Мен варенка пайдаландым. Негізі тірі варенкасын пайдаланған жөн. Бірақ менде үйімде бар варенканы пайдаландым. Бұл да сапасы жақсы варенка. Тапамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа. Бетіне әдем болу үшін мен қант себе салдым. Негізі әртүрлі өзіңіз қалаған неңіз сепсеңіз болады. Ал сіздерге рогалигіміз дайын.